Сәлем достар. Мен бүгін сіздермен бірге бір ерекше фильмге талдау жүргізбекпін. Бұл фильм 2014 жылы ақш-та түсірілген хоррор-драма жанрындағы картина. Атауы «Инфекция». Фильмнің басты кейіпкері Саманта есімді жас қыз. Саманта еркін өмірді сүйетін, өзін шектеуді ұнатпайтын жан. Бір кеште олмасан күйде бейтаныс жігітпен танысып, қорғанусыз түн өткізеді. Ол кезде Саманта бұл оқиғаға мән бермейді. Әдеттегі бір түнді қызық деп қабылдайды. Бірақ уақыт өте келе оның денесінде қорқынышты өзгерістер пайда бола бастайды. Самантаның бір сыры бар еді. Ол лесбиянка. Оның бар мұңын, ішкі сырын білетін жалғыз адамы, ең жақын құрбысы болатын. Екеуінің арасындағы байланыс уақыт өте келе тереңдей түсіп, достық шекарасынан асып, махаббатқа айналды. Бірақ бұл көпшілік қабылдай бермейтін, құпия сақталуға тиіс махаббат болатын. Құрбысы Самантаны қатты жақсы көрді. Ол оны өзгелерден, әсіресе жігіттерден қызғанатын. Әр кештен кейін құрбысының жүрегін мазасыз ойлар торлап, Саманта біреуге кетіп қалады ма деген қорқыныштан арылмайтын. Самантаның өміріндегі түнгі бір сәт оның тағдырын түбегейлі өзгертті. Ол таңертең оянғанда өзін жай ғана шаршағандай сезінген еді. Бірақ уақыт өткен сайын бойындағы өзгерістер одан сайын қорқынышты сипатқа ие бола бастады. Саманта кездейсоқ түннен кейін белгісіз вирустық инфекцияға шалдығады. Дерттің негізгі белгілері денесінің шіруі, қан кету, көзінің қызаруы, терінің өзгеруі. Алғашында мұрыннан, кейін тіпті басқа жерлерінен қан кету жиілеп кетті. Ол қан кетуді жасырғысы келді, бірақ әлсірегені соншалық кейде тұрмақ түгілі жүре алмай қалатын. Анасы осы көрініске куә болып, қызым жүкті шығар деген ойға берілді. Ана жүрегі оны құтқарғысы келді, бірақ Саманта анасынан алыстай берді. Оның шындықты айтуға батылы жетпеді. Денесінде жаралар пайда бола бастады. Қолының заруы айналасындағыларды шошытты. Қайта-қайта ауырды. Қайта-қайта ауруы меңдеп құлап қалатын әдеттер пайда бола бастады. Ол айнаға қараған сайын өз бейнесін тани алмай қалды. Дәрігерге барғанда шындығы ашылды. Бұл белгісіз әрі өте қауіпті инфекция. Тексерістен соң дәрігер ашық айтты. Бұл жүктілік емес. Бұл өте қауіпті инфекция. Ол қан арқылы да, жақын қатынас арқылы да тез тарайды. Сен дереу сақтық шараларын жасауың керек деді. Дәрігер ескерткенмен, Саманта ештеңе істей алмай, дерттің күннен күнге жайылып бара жатқанын сезді. Тоқтаусыз жүрек айну, бойындағы жарадан шыққан сұйықтық оны тірідей азапқа салды. Дәретханада қансыраған күйі отыра беретін сәттері оның ең қорқынышты күндеріне айналды. Саманта ауруын жасырып әлек болады. Өзінің ішінде қайнап жатқан дертті ешкімге білдіртпеуге тырысады. Уақыт өткен сайын ол адамдардан қашқақтап, жалғыз қалуды жөн көреді. Денсаулығы күннен күнге сыр беріп, қалжырап әлсірейді. Әр сәт сайын денесін әлсіздік билеп, ол дәретханадан шықпай қалады. Қансырап, қиналып, өзін қоярға жер таппайды. Айнаға қараған сайын өз бейнесінен өзі шошиды. Қызарып кеткен көздері, жүдеп кеткен түрі оны одан бетер үрейлендіреді. Түндер бойы аласұрып, ұйықтай алмайды. Унитаздың жанында басын қойып, әлсін қан құсып, есінен танғандай болып жатады. Оның бүкіл өмірі бір ғана қорқынышқа айналады, дерттің азабымен өз денесін өзі жеңе алмауы. Көп қан жоғалтқан Саманта адамдық кейіптен алыстап, құбыжыққа айналып бара жатқандай болды. Көзқарасы өзгеріп, жүзі қорқынышты кейіпке еніп, айналасындағыларды үрейлендіре бастады. Қоғамға өзін жат сезінген қыз, шын мәнінде достарымен ашылып сырласқысы келді. Бірақ жүрегін тескен мұңды, денесін іштен жегідей жеген дертті ешкімге айта алмады. Уақыт өте келе оның достары да өзгере бастады. Ойындағы сұмдықты сезіп, біртіндеп алыстап, өздерін қашық ұстай берді. Бірақ нағыз трагедия сол еді. Самантаны шын сүйген жігіт қасынан табылып, оны жалғыз қалдырмады. Саманта азаппен арпалысып жүрсе де, екеуі бір-біріне жақындады. Самантаның жүрегі мұздап кеткендей болды. Ол енді өзінің ғана емес, өзгелердің де өміріне қауіп төндіріп жүргенін білді. Дәрігердің ескертуін елемей, ол ақыры бір түнде сол жігітпен жақындасты. Бірақ сол жақындық жігіттің де өмірін қасіретке айналдырды. Өйткені вирус оған да жұқты.
Ол өзінің дерті жайлы құрбысына айтпақ болып көмек сұрады. Алайда құрбысы оған жоқ, мен саған көмектесе алмаймын. Мені де құртасың сен. Деп Самантаны үйіне кіргізбей, есікті тарс жауып тастайды. Ең жақын деген адамы да теріс айналды. Ашуға булыққан Саманта есікті итеріп құрбысының үйіне баса көктеп кіреді. Жан арпалыстың соңында ол досын буындырып өлтіреді. Бұл аурудың ғана емес, жалғыздықтың, түсініспеушіліктің де салдары еді. Фильм осылай аяқталады. Басында жай ғана бір түнгі оқиға болып көрінген нәрсе, ақыры Самантаның тағдырын тозаққа айналдырды. Бұл фильм жастарға ой салу үшін түсірілгендей әсер қалдырады. Ол кездейсоқ қатынастың, жауапсыз шешімнің арты қайғыға апаратынын көрсетеді. Бір сәттік ләззат бүкіл ғұмырды құртуы мүмкін. Әр қадамымызға, әр шешімімізге мұқият болайық. Достар, осылайша біз «Инфекция» фильміне қысқаша талдау жасадық. Егер кино ұнаса, фильм сырлары арнасына жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Бұл бізге үлкен қолдау.